Қайырлы күн, әріптестер. Мен Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қаракөл орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Жәрден Лақбаян Қалымжанқызы. Менің бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы физикадан күрделі есептерді шешу. Бұл авторлық бағдарлама жалпы 34 сағатқа құрылған, сыныптағы нормативті өлімді күнтізбелік тақырыптық жоспары және аптасына 1 сағатты құрайтын қысқартылған мерзімді жоспары бар. Бұл бағдарламаның өзектілігі қазіргі таңда жаратылыстану ғылымдары, соның ішінде физика, техникалық прогрестің негізі болып табылады. Физикалық заңдылықтарды терең түсіну және оларды практикалық есептерді шешуде қолдана білу бәсекеге қабілетті маман даярлаудың маңызды шарты. Мақсаты физикадан күрделі есептерді шешудің тиімді әдістерін анықтау, жүйелеу және оны оқу процесіне енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу. Міндеттері: бірінші, физикалық есептердің күрделілік критерийлерін анықтау. Екінші, күрделі есептерді шешудің әдістерін талдау. Үшінші, тиімді шешу әдістерін анықтау үшін әртүрлі есептерді шешу мысалдарын қарастыру. Төртінші, оқушылардың күрделі есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру үшін бағытталған әдістемелік ұсыныстар әзірлеу. Бесінші, зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу бойынша практикалық ұсыныстар беру. Мұндағы күтілетін нәтижелер: күрделі физикалық есептерді шешудің тиімді әдістерінің жүйеленген тізімі. Әрбір әдіс үшін физикалық есептерді шешудің нақты мысалдары. Оқушылардың күрделі есептерді шешу дағдыларын қалыптастыруға арналған әдістемелік құралдар. Физика мұғалімдері мен оқытушыларына арналған оқу процесінде күрделі есептерді шешу әдістерін тиімді қолдану бойынша ұсыныстар. Жалпы физика қызықты әрі күрделі пән. Оқушылардың осы пәнге деген қызығушылығын арттыру және олардың білім деңгейін көтеру үшін түрлі әдіс тәсілдерді қолдану қажет. Мен өзімнің тәжірибемде күрделі есептерді шешудің келесідей тиімді жолдарын анықтадым. Біріншіден, теориялық білімдерді нығайту, есепті талдау, есептеулер жүргізу, қосымша әдістер, шешу жоспарын құру. Бұлардың енді әрқайсысына тоқталатын болсам, теориялық білімді нығайту бұл біріншіден негізгі ұғымдарды қайталау, екіншіден формуланы түсіру, үшіншіден мысалдар қарастыру. Есепті талдау үшін бірінші есептің шартын мұқият оқу қажет. Яғни есептің шартын бірінші рет оқып, онда не берілгенін және нені табу керектігін анықтау қажет. Екіншіден, есептің шартын қысқаша жазу. Есептің шартын қысқаша жазып, берілген шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру қажет. Үшіншіден, сызба сызу. Бұл көп жағдайда сызба сызу есептің шартын түсінуге және шешу жоспарын құруға көмектеседі. Шешу жоспарын құру қандай да заңдар мен формулаларды қолдану керектігін анықтау, яғни есептің шартына сәйкес физикалық заңдар мен формулаларды анықтау керек. Екінші, шешу қадамдарын анықтау. Есепті шешу үшін, яғни қандай қадамдар жасау керектігін жоспарлау қажет. Үшіншіден, қосымша шамаларды енгізу. Егер есепте, яғни жеткілікті шамалар болмаса, яғни қосымша шамаларды енгізу қажет болады. Есептеулер жүргізу. Бұл яғни формулаларды дұрыс қолдану, математикалық есептеулерді дұрыс жүргізу, жауапты талдау. Формулаларды дұрыс қолдану дегеніміз бұл, яғни формулаларды дұрыс қолданғанда олардың өлшем бірліктеріне, ондағы шамалардың өлшем бірліктеріне баса назар аудару қажет. Бұл математикалық есептеулер жүргізу, есептеулер жүргізген кезде, яғни қателіктерге жол бермеу қажет. Үшіншіден, яғни жауапты талдау дегеніміз, оның яғни дұрыстығын тексеру қажет. Жауаптың физикалық мағынасын түсіну керек. Сонымен бірге қосымша әдістер бұл, яғни оқушыларды топтық жұмыс, оқушылармен бірлесіп, яғни шығарған есептің шығарылуын, оларды білімдерін тереңдетуге, яғни бірден-бір үйренуге мүмкіндік береді, бірлесіп шығару. Екіншіден, интерактивті әдістер. Бұнда яғни интерактивті тақта, компьютерлік бағдарламалар және онлайн ресурстарды пайдалану бұл оқу процесін қызықты етеді. Үшіншіден, проблемалық оқыту. Оқушылардың алдына проблемалық жағдай қою арқылы олардың яғни өздігінен шешім қабылдап іздеуіне ықпал ету керек. Мынау педагогикалық тәжірибеден мысалдар. Осы жұмысты қорытындылай келе, бұл физикадан күрделі есептерді шешу оқушылардың физикалық ойлау қабілетін дамытатын маңызды құрал болып табылады. Мұғалім ретінде біздің міндетіміз оқушыларға, яғни күрделі есептерді шешуге көмектесетін, яғни тиімді стратегиялар мен әдістерді ұсыну. Осы жоғарыда аталған әдістер мен тәсілдер оқушылардың физика пәніне деген қызығушылығын
арттырып, білім деңгейін көтеруге көмектеседі деп сенемін. Тыңдағандарыңызға рахмет.